Таңертең теңіз айнадай таптаза әрі тыныш еді. Көкшіл су алтын күн сәулесін шағылыстырып, толқындар баяу тербеліп, ежелгі бір сырды сыбырлап тұрғандай әсер беретін. Маржан деп аталатын шағын балықшы ауылында Жүсіп есімді балықшы ағаш қайығын теңізге дайындап жатқан болатын. Жүсіп 40-тар шамасындағы адам еді. Жүзі жылдардың аптап күнінен қарайып қызарып кеткен, ал қара көздерінде тек теңізбен ұзақ жыл арпалысқан адамға ғана тән даналықтың ұшқыны бар еді. Ол ашкөз балықшылардың қатарынан еместін. Қажетін ғана алып, кішкентай балықтарды қайта суға жіберетін, ал өзі қажет етпегенін босатып қоятын. Жүсіп теңізді жай ғана су емес, жаны мен жүрегі бар тіршілік иесі деп санайтын. Теңізге жақсылық жасаған адам бір күні сол жақсылықтың қайтарымын көреді деген сеніммен өмір сүрді. Сол күні ол әдеттегіден әлдеқайда алысқа жүзуді ұйғарды. Басқа балықшылардан терең аймақта ірі балықтар жиналатынын естіген еді. Бірақ ол жер аса қауіпті болатын, ағысы қатты, толқындары тосын. Соған қарамастан, ішіндегі түсініксіз бір сезім оны дәл сол жаққа жетеледі. Бірнеше сағат бойы теңізде жалғыз жүзді. Қасында тек толқындардың үні мен алыстан естілген шағалалардың айқайы ғана болды. Ақыры керек жеріне жетіп, ауын абайлап суға тастады да күте бастады. Көп ұзамай ау қатты қозғалды. Қайық теңселіп, бір жағына қисая бастады. Жүсіп орнынан атып тұрып, арқаннан қос қолдап ұстап, бар күшімен тарта жөнелді. Ол торға түскен нәрсенің қарапайым балық емес екенін бірден сезді. Ұзақ арпалыстан кейін судың астынан алып дене көрінді. Жүсіп таңданыстан көзін кең ашты. Өмірінде мұндай үлкен балықты көрмеген еді. Оның қабыршақтары күміс, көк және жасыл түстерінен құбылып, теңізге түскен кемпір қосақтай жарқырап тұрды. Бірақ Жүсіптің назарын тек оның алып денесі емес, көздері аударды. Балықтың үлкен жанарында мұң мен үміт араласқан ерекше бір қарас бар еді. Ол ауға қатты шырмалып қалған, қалың арқан денесін қысып тұрды. Жүсіп үнсіз тұрып қалды. Мұндай сирек әрі алып балықты сатса, мол ақша табатынын жақсы білді. Тіпті отбасының бір жылдық қажетіне жетер еді. Бірақ ол тағы бір рет балықтың көзіне қарады. Балық босануға тырысқан сайын, арқан одан сайын қыса түсті. Желбезегі әрең қимылдап, тыныс алуы қиындап бара жатқан еді. Сол сәтте Жүсіп шешім қабылдады. Ол кішкентай пышағын шығарып, арқанды біртіндеп кесе бастады. Әр қимылын аса сақтықпен жасады. Балықты жаралап алмауға тырысты. Күн батып, аспан қызғылт түске боялғанша еңбектенді. Балық та қашуға тырыспады. Тынышталып, Жүсіпке қарап тұрғандай болды. Ақырында соңғы арқан кесілді. Бір сәтте алып балық босап шықты. Бірақ ол бірден тереңге сүңгіп кетпеді. Біраз уақыт қайықтың жанында қалып, Жүсіпке үнсіз қарағандай болды. Сосын алып денесіне қарамастан аса әсем қимылмен теңіз түбіне сүңгіп, көк тереңдікте ғайып болды. Жүсіп оның жоғалған жеріне ұзақ қарап тұрды. Жүрегін ерекше тыныштық биледі. Ауы босқа жуық болса да, ол еш өкінбеді. Жағаға оралғанда басқа балықшылар одан «Қандай олжа түсті?» деп сұрады. Жүсіп жай ғана жымиып, «Теңіз кейде береді, кейде алады. Бүгін мен өзім беруді жөн көрдім» деді. Біреулер таң қалды, енді біреулер күліп қарады. Бірақ Жүсіп оған мән бермеді. Ауын көтеріп теңізге қараған шағын үйіне қайтып кетті. Сол түн өзгеше еді. Аспанда толған ай жарқырап, теңіз бетін күмістей құлпыртып тұрды. Жүсіп үйінің ағаш балконында шай ішіп отырып, көкжиекке үнсіз қарап отырды. Теңіз тым тыныш болатын, дәл бір әлденені күтіп тұрғандай. Түн ортасынан кейін Жүсіп судың астынан бір түрлі жарықты байқап қалды. Алғашында оны айдың шағылысы шығар деп ойлады. Бірақ әлгі нұр қозғалып келе жатты. Жарық жақындай түсті. Барған сайын күшейіп, теңіз бетін нұрға бөліп келе жатты. Жүсіп орнынан атып тұрды. Жүрегі қатты соғып кетті. Кенет судың бетінен әлгі алып балық қайта пайда болды. Ол жағаға баяу жақындап келді де, аузын ашып, ішінде алып келген нәрсені дымқыл құмның үстіне тастап жіберді. Бұл інжу еді. Бірақ қарапайым інжу емес. Ол адамның жұдырығындай үлкен, мінсіз домалақ, аппақ әрі ішінен жарық шашып тұрды. Дәл ішінде кішкентай күн қамалып қалғандай еді. Оның нұры бүкіл жағалауды жарықтандырып, толқындардың үстінде билеп, таңғалып тұрған Жүсіптің жүзіне түсіп тұрды. Балық Жүсіпке соңғы рет қарады. Сол жанардан үнсіз ғана рахмет дегенді сезуге болатын еді. Содан кейін ол қайтадан тереңге сүңгіп, артында жылтыраған жарық ізі қалып, көзден ғайып болды.
Жүсіп ұзақ уақыт орнынан қозғала алмай тұрды. Кейін жайлап жағаға түсіп, Інжудің жанына тізерлей отырды. Оны дірілдеген қолымен көтеріп алды. Інжу жылы еді. Ол әлде бір тірі нәрседей жарық шашып, баяу соғып тұрғандай сезілді, ауырлығы да таңғаларлықтай болатын. Бірақ оның нұры көзді ауыртпайтын, керісінше, жүрекке тыныштық пен мейірім сыйлайтын жұмсақ жарық еді. Жүсіп Інжуді үйіне алып барып, түні бойы қарап отырды. Оған қараған сайын жүрегінде терең алғыс сезімі оянды. Тек сый үшін емес, жүрегінің сөзін тыңдап, дұрыс шешім қабылдаған үшін. Ол алып балықты сатып байып кетуіне болатын еді. Бірақ ол мейірімділікті таңдады. Еркіндікке мұқтаж тіршілік иесін босатуды жөн көрді. Келесі күні Інжу туралы хабар бүкіл ауылға тез тарады. Адамдар оны көру үшін жан-жақтан ағылды. Кейбірі алғашында сенбеді, аңыз шығар деп ойлады. Бірақ Інжуді өз көздерімен көргенде таңданыстарын жасыра алмады. Алыс қалалардан саудагерлер келіп, Інжу үшін қыруар ақша ұсынды. Алайда Жүсіп бәрінен бас тартты. Өйткені бұл Інжу оның көзінде жай ғана қымбат тас емес еді. Ол мейірімнің, жанашырлықтың және жақсылықтың міндетті түрде өз иесіне қайта оралатынының белгісі болатын. Содан кейін Жүсіп мүлде басқа шешім қабылдады. Ол Інжуді ауыл жағасындағы кішкентай мұнараның төбесіне орнатты. Түнде оның жарығы теңіздегі кемелер мен қайықтарға жол көрсететін шамшыраққа айналды. Содан бастап әлгі Інжу маржан шамшырағы атанып кетті. Кішкентай ауыл бүкіл жағалауға танымал болды. Әлемнің әр түкпірінен теңізшілер келіп, ғажайып Інжуді көруге және алып балықты құтқарған балықшы туралы хикаяны тыңдауға асығатын. Бұл оқиға ұрпақтан ұрпаққа тарап, әр айтылған сайын бір ғана ақиқатты еске салатын. Жақсылық ешқашан жоғалмайды. Ал Жүсіп өмірінің соңына дейін қарапайым әрі тыныш ғұмыр кешті. Ол бұрынғыдай балық аулауды жалғастырды, бірақ теңізге деген құрметі одан сайын артты. Жас балықшыларға үнемі былай дейтін: теңіз жай ғана ризық көзі емес. Ол сенің серігің. Оны құрметтеңдер. Қажеттеріңді ғана алыңдар, бірақ қайтаруды да ұмытпаңдар. Теңіз өзіне жақсылық жасағанды ешқашан ұмытпайды. Жылдар өте келе Маржан ауылы жағалаудағы ең гүлденген ауылдардың біріне айналды. Теңіз олардың балықшыларына әрдайым жомарт болды. Балықшылардың ауы әрдайым балыққа толы болатын. Адамдар жарқыраған Інжу ауылға бақ пен береке әкеледі деп сенді. Бірақ дана қарттар шындықты жақсы білетін. Береке Інжудің өзінен келген жоқ еді. Нағыз береке оның адамдарға үйреткен сабағында болатын. Тынық түндерде Інжу жағалауды жұмсақ нұрымен жарықтандырып тұрғанда, Жүсіп әдетінше үйінің балконында отырып теңізге ұзақ қарайтын. Кейде алыстағы судың тереңінен әлсіз бір жарықты байқап қалатын. Ай сәулесін шағылыстырған алып балықтың қабыршағындай жылт-жылт еткен әлгі нұр қозғалып өтетін. Сол кезде Жүсіп жымиып, ешкім естімейтін баяу дауыспен: «Рахмет саған, достым» деп сыбырлайтын. Өйткені ол бір ақиқатты жүрегімен түсінген еді. Мейірім әлсіздік емес. Жақсылық жасау жоғалту емес. Тіпті теңіздегі үнсіз жаратылыстардың жүрегіне жақсылық еткен адам, сол жақсылықтың өзіне күтпеген жолмен қайта оралатынын міндетті түрде көреді. Теңізде өмір секілді. Сен қанша мейірім берсең, ол да саған сонша қайтарады. Және қиын сәтте қол ұшын созған жанды ешқашан ұмытпайды. Сол күні Жүсіп тек бір алып балықты құтқарып қалған жоқ. Ол өзінің адамгершілігін сақтап қалды. Ал теңіз оған жауап ретінде оның ғана емес, бүкіл ауылының жолын мәңгі сөнбейтін нұрмен жарықтандырды.